Қайырлы күн, құрметті достар. Мен Болатбай Мерей Маратқызы. Сіздермен бүгінгі таңда өзімнің қолымнан жасалған бұйымдарымды көрсеткім келеді. Және де бұлар менің ең алғашқы тоқыған шүмектің астына қоятын тоқымаларым болады. Одан кейін біздің мектебімізде осы оқушыларға көптеген жағдай жасалған болатын. Түпі тоқыма үйірмесі де бар. Сол тоқымадан беретін Айгүл Нариманқызына көптеген алғысымды білдіремін. Себебі ол кісі бізге көптеген тоқымаларды үйретуде, осы өнерге бейімдеп, қалай тоқу керек екенін, қалай безендіру керек екенін, қалай әсемдеу керек екенін бізге барлығын үйреткен болатын. Және де қазіргі таңда мен 4 қуыршақ тоққан болатын. Соның екеуі тапсырыспен сатылған болатын. Енді мен осы қазіргі таңда карантинде жатырмыз. Коронавируспен ауырып жатқан адамдарды дәрігерлер емдеп жатыр. Сол дәрігерлерге мен көптеген алғысымды білдіре отырып, осы дәрігер қуыршақ тоққан болатынмын. Оның тек халаты ғана қалған болатын. Енді сол халатын сіздермен бірге тоқиық. Мінеки достар, менің ақылы табылы жоқ қуыршағым дайын. Енді меніңше достар, күніміз сәтті, тірлігіміз тұрақты болсын.